Дүниежүзілік соғыс кезінде герман әскерлерінің еврейлерді қалай қырғанын білесіз бе? Бұл фильм нақтылы болған уақиғаға байланысты жасалған кино болып, сол бір қараңғы тарихты айқын бейнелеген. 1939 жылы 3 айда герман әскерлері Польшаны басып алып, еврейлерді тазалау жоспарын бастап, мұздай қаруланған әскерлер еврей біткеннің барлығын ұста келіп, жаза лагеріне қамайды. Әскерлерге қарсылық көрсеткен адамдар нақ майданда атылып тасталатын болып, жан сауғалаған еврейлердің бастары тауы мен кірер тесі қалмаған еді. Әскерлер қаланың түкпір-түкпіріне дейін тінтіп, там қабырғаларына тыңдағыш төсеп, қабырға ішінде жастырып жатқан адамдарды тауып алады. Бұл адамдар қолдарын көтеріп тізе бүксе де, аянышты түрде нақ майданда қырылады. Мына адамның аты Синдлер болып, германиялық саудагер. Екінші дүниежүзілік соғыс бұрқ ете түскенде, Синдлер жақсы сауда орайын байқап, әскери мәнсаптылармен қою байланыс орнатады. Синдлердің жоспары болса, Польшаға барып әскери зауыт құру. Алайда оның көп ақшасы болмағандықтан, жаңағы әскери мәнсаптылардан пайдаланып, еврейлерді зауытында істету екен. Сөйтіп ол көптеген мәнсаптылармен байланысу арқылы Польшадан әскери зауыт құрып, еврейлерді жұмысқа ала бастайды. Герман әскерлері елдегі еврейлердің қыратынын қырып, ұсталғандарын жаза лагеріне қамап жатқан алғашқы мезгілде Синдлердің зауыты еврейлердің жан сауғалайтын жері болатын. Синдлер өзі германиялық болғанмен, Германия әскерлері сияқты жауыз емес болатын, қайта еврейлерге жақсы мәміле жасайтын. Күндердің бірінде Синдлердің зауытындағы еврейлердің барлығын герман әскерлері жаза лагеріне алып кетеді. Зауыттың жұмысы ақсап қалғандықтан Синдлер Амон деген полковникті іздеп келіп, полковникке зауыттың кірісінен пайда беретіндігін, жұмысшыларын зауытқа қайтаруын өтінеді. Ақшаның құрғынын ара салмаған Амон полковник бұған келісіп, бір бөлім жұмысшыларды қайта босатады. Сөйтіп Синдлердің зауыты қайта жұмысын бастайды. Бір күні Амон полковник зауытқа келіп тексеру жүргізіп жатып, жұмысқа қатты беріліп істеп жатқан бір еврейді ұстап алып, далаға шығарып, атып тастамақ болады. Алайда бұл жұмысшының ажалы жоқ па, әлде тәлей келді ме, полковниктің нәгіннен оқ шықпай қояды. Осылайдан бұл жұмысшының жаны аман қалады. Екінші күні лагерде біреудің тауық ұрлап жеген анықталып, Амон полковник еврейлерді дізіп қойып, тауықты кім ұрлап жегенін сұрайды. Алайда мойындаған ешкім болмайды. Қаны қарайған полковник бір мылтықты қолына ала салып, тізіліп тұрған еврейлердің біреуін атып тастайды. Әрі мойындамасаңдар барлықтарыңды қырып тастаймын деп айғайлайды. Осы кезде бір кішкене бала қатардан шығып, жаңағы атылған адамның өлігін нұсқап, тауықты соны ұрлап жегенін айтады. Бұған полковник та сеніп, қалған адамдардың жаны аман қалады. Фильмнің жалғасын келесі кескінімде жаңалайтын